Көп балалы Ақбаян Жалмұрзаева 4 баласымен 5 күннен бері көше кезіп жүр. Мына лашықта еріктілер тұрғызып берген. Ақбаян маңайдағы дүкенге құжаттарын өткізіп, кішкентайларының жүргегі мен азық-түлігін қарызға алып жүргенін айтады. Кеше кіргіздіреміз деді. Уәде берді. Уәделері қайда қалды? Күйеуімен ажырасқан ол биыл атаулы әлеуметтік көмек келіпті. Ақбаян сол жәрдемақысына сәуірде азды-көпті тауар алып, жалға берілетін мына ғимараттан дүкен ашқан. Оның сөзінше, өзін жер иесімін деп таныстырған әйел 2 айдың ақшасын алдын ала алған. Бірақ кейіннен ақшаны алмадым деп заттарымды шығарып тастады дейді. Лашықта тұруға болмайды деген әкімдік ескертуінен соң Ақбаян балаларымен қайда қонарын білмей жүргенін айтады. Мына жердің жаңағы милициясы, участковый келіп, мына жерде әкім инспекторы келіп, мына жерге жатуға болмайды, опекунствоға жібереміз деп, мені неше түрлі моральный жағынан қорқытып жатыр да бұлар. Біз білгенімізді істейміз, қазір балаларың жұлып алып кетеміз мына жерде деп. Енді білмем қайда баратынымызды, таң ата келеміз, өйстіп бас сауғалап. Сосын кешке қарай уайымыз, қайда баратынымызды да білмейміз. Әйтеуір баратын жеріміз бар деп, балаларымды тартып алмасын деп, шығамыз да кетеміз былай қарай әйтеуір. Ақбаянға әзірге жақын маңдағы жұрт көмектесіп жүр. Кейбірі бір мезгіл балаларына бас көз болса, мүмкіндігі барлары тамақ береді екен. Ақбаянға күніне бірақ мезгіл алып келіп, тамақ беріп отыр. Ал таңертеңгі кешкі астары, міне жерде не қолдарына түседі, сусынменен үйсіп күн көріп жатыр. Тұрып жатыр, жасап жатыр, осы жер тамақтанып жатыр, міне тамақтары жеп отырған. Мынау күнделікті осы жерде міне нандары уже қатып та қалған. Осы тамақпен мына балдар күн көріп отыр. Балдардың жағдайы қалай болып жатыр, ол ешкімді қызықтырмайды. Нұрсұлтандағы Алматы аудандық әкімдігі көп балалы әйелдің басындағы жағдайдан хабардар. Олар Ақбаянға түрлі көмек ұсынсақ та өзі бас тартып отыр дейді. Жергілікті билік балаларға талапқа сай қарамасаңыз алып қоямыз деп ескерту жасағанын растады. Балаларды әкеліп отырғызып қояды кешкі жақын. Мен тамақ ішіп отырғам жоқ, ыстық тамақ жеп отырғам жоқ дейді. Аны жаңа өзіңіз көріп отырсың, жеміс-жидегінің өзі біраз тұратын ақшалар ғой. Қолында күнде ақшасы бар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кісінің енді істеп отырғаны қазір тек қана бір осы кезеңді пайдаланғаны ма, мұна барлық өздеріңіз көріп отырсыз, осы елдің бәрі шуылдап жатқан кейін шуылдаса бірдеңе береді дегендей ғой. Жергілікті билік өкілдері Ақбаянның жалға алған дүкені заңсыз салынғанын жуырда көрелетінін айтады. Ол 2 жылдай уақыт бұрын баспана кезегіне тіркелген. Ресми дерек бойынша Нұрсұлтанда Ақбаян сияқты баспана кезегінде тұрған 3 мыңға жуық көп балалы отбасы бар. Қазақстанда 340 мың отбасы кәмелетке толмаған 4 не одан көп бала тәрбиелейді. Аян Қалмұрат, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.